Просто такия келсеңші. История тыңдай ағалар. Ойбай, қатын бастады, оңбаймын. Мына жерде историяға жауап беретін сен ба? История ғылымдарының дейді. Жоғары лигада ойнаймыз Альянс семеймен. Әлем естіледі. 11-13 па? Где-то 12-ші жыл қойдым. 12-ші жыл. 12-ші жыл скорее всего. 12-де ойнаған жоқпыз ғой. Иә. Короче, 2012 жылы Альянс семеймен 1-8 ойынға барамыз. И бізде командада Ерке бар ғой. Иә. Ерке сұрайсыз. Бізде командада 12 адам, топермен 13. Бізде сценарий жазған кезде былай жазамыз. 2-2-ден бөлініп бар ғой. Давай, Данияр екеуміз бөлінеміз, сендер екеуің бөлінесің, Жансай мен Аида бөлінеді де. И 10 минуттан кейін жиналамыз да, кім неше шутка шығарды, соны бір-бірімізге көрсетеміз. Сөйтіп, ойлашы, бір кеткенде 6 шутка иә. Екі бөлінесің. Иә. Біз екеуміз бөлініп келеміз. Дико мен вайн жазғанда сөйтіп екеуміз бірге кетеміз. Дара тексереді. Дара тексереді. Жоқ, дараны жатса блокнот. Дара қият. Ту, онша емес. Сөйтіп, Бәрі короче, 2-2-ден бөліп кетесің, неше бала? 12 бала. 12 бала 2-2-ден неше бала? Алты команда ғой. Бір визитка жап сөйді. Дара сценарий жазады ғой. Сапасын, жігіттер сапасын. Айтады соны. Маған жыртпады. Бері қарай шық. Мен Дара сценарий жазып қойды. Сәл қағаз жетіп боқ болады. Яғни каша тамған, сілеге тамған. Істелінген ба? Сөйтіп, Қағаздың бұрышы астында ма? Үстінде отыр жаз. командамен жиналдық. И бәріміз шутка көрсетіп жатырмыз. И командада бір жігіт, екі парочка. Аттарын айтпай қойын. Примерно шығатта, екеуі де пацан ғой біздің командада. Біреу шығатта хабарлайды. Аттарын айтпай қойды. Примерно Альянстағы балдар ғой. Альянс талпа. Өздерің табыңдар, иә. Өздері біледі, короче. Өздері біледі. Тамады ғой. Хабарлайды. Сонымен көреміз. 40 градус аязда Семейдің алаңында тұрған танк дейді. И бізде площадьта Семейде еме бар. Бір танк тұрады всегда өз. Соғыстың емесі. Короче, маршрутка кесілді ғой сол жерде. Жоқ, бүйтіп айтады. Сонымен 40 градус аязда Семейдің площадьында тұрған танк дейді. Ана екінші пацан шығады, орындықты қояды, үстіне тұрады да, бүйтіп тұрады да. Дейді, короче. Сендер, уа. Жоқ, зал тып-тыныш. Зал болғанда комната. Комната, балалар, ешкім күлген жоқ. Жарайды, келмейді деді. Ештеңе етпесін. Ештеңе емес, внимание не обратили, короче, өтіп кетті. Ондай шутка көп болды ғой, да? Жетеді, брат. Сөйтіп, 1-8-ге Семейден Астанаға жолға шықтық. Танкпен. Жоқ, пойызбен. Дубак кез как раз, аяз кез ғой. Танк істейді болып шықса. Типа танк. Реквизит. Сөйтіп, Былай. редактор өтіп отырмыз. Исинаға отыр, Рүстемаға отыр, короче, Сол шуткада келді деп ойлаймын мен редактураға. Вот, енді қара. Иә. Редактурада бәрібір ғой неше шутка көрсету. Сосын ойнап жатырмыз, а мен хабарлаушымын. И жаңағы бала маған келеді да. Братан, ана шутканы хабарласашы дейді. Типа тексерейік. Айтады. Сендердің вкустарыңа сен. Мен айтамын. Қиып тастады ғой. Балам қиып тастадық қой десе. Братан, просто сендер түсінбейсің. Айрат дейді маған. Редактураны қопарат дейді, короче. Танкты алып келіп тұр ғой. Иә, өзім. Бетім, құмаш деймін ғой. Братан, отвечаю дейді. Сосын мен келедім. Жарайды, осы шуткадан кейін дайын бол деймін. Давай. Шығам. Сонымен көреміз, 40 градус аязда почта тұрған танк деймін. Еркен шатыр тайып кеткен жұмаған ренжіп тұр да. Анау шығады, орындығын қояды, орындық үстіне шығады. Дейді, тып-тыныш қайтаған, короче. Әдеттегідей. Маған ана елесем күшті отыр, приятно отыр. Тып-тыныш, редактура бітті, ешкім сөйлеспейді. Мына жері боқ ананың бала. Сосын тұрады да. Дайындала берген ба? Редактор. Сосын 10-шы редактурадан кейін, братан, хабарлашы, лас салақ танк дейді. Мына жері қапқаған ба? Білегі маңқа болып қойған танк ба? Редактор тұрады да. Мына шутка кереміз, танкта кетіп қалды, короче. Танк сызылып қалды енді. Әдеттегідей шықтық. Ерке маған жынданады дейді, капитан ғой. Орик, сен басын істеймін, емеге хабарлап, мен айттым, анау болмай қойды, не істемейді мен. И сен енді, ол жарайды, шуткасын ойнағысы келіп тұр. Енді сен сәл редактора бар ғой, мен де айттым. Короче, ұрсып тастады ерке маған. Сен ақылсыз ғой деп тұр ғой. Мен левый болып қалдым, мен жарайды, все, короче, ойын ойнадық. 1-8-ден 1-4-4-ге өттік. Пойызбен Семейге келдік. Семейде түскен кезде ана проректор звондайды универдан. Короче,
біздің ректор бүкіл мұғалімдер универда концерт болады сағат 2-де, сендер альянс выступать етесіңдер дейді. Біз пойыздан түсе сап. Танк те бар. Иә. Актовый залға формамызды киіп, билеп, короче, шутка ойнап жатырмыз. И ректор отырған жерде никогда ешкім күлмейді. Ректор күле ма, мұғалімдер күледі. Ол күлмей ма, күлмейді. Ректор бүйтіп отыр, короче. Біз ойнап жатырмыз. Бір 5-6 шутка кетті. Түк жоқ, күлкі жоқ, короче. Үтіктеп жатырмыз ғой залда, короче. Осы кезде ана патса маған келеді ғой. Настал мой звездный час дейді. Мен сендерге қарап. Ой, енді еш айтайын. Жоқ, ол уже ештеңе айтпаған, ол просто тұр бүйтіп. Пофиг па? Хабарлама. Тура ректорге қарап. Мен сені айырам. Залды үтіктеп жатырмыз. Вообще күлкі жоқ, қиналып ойнап жатырмыз. Еще жолдан түскем, шашымыз май. Анау келеді ғой. Братан дейді. Танк айырат дейді қазір. Ана жерде ойнап отыр балалар. Бірақ семейдің мутрягі ғой. Иә, мен айтам, қумаш деймін ғой. Енді оғала айтып тұр, көріп ғой кірмей атқанымызды. Терет, нече, осыған шейін тишина келді. Нормально, мынау танкта білінбей кетеді арасында. Мен айтам ғой, өткен жоқ қочықсың ғой. Болмаса Ленинге берек ойнасын. Ленин бейті. Даже бітті же, Ленин деп айтшы. Неге десе ректор Ленин көрген адам ғой деп па? Сөйтем де, мен айтам, бағана аргументін айтатын маған. Бұл Астанада редактор түсінген жоқ, өйткені семейдің нутряғын білмейді. На мұғалімдер бәрі семейдің нутряғын білмейді. Жоқ, анау брат просто не ойын деп, екеуін кәдімгідей артта сөйлесіп жоқ, брат, ұзын шуткалар бар ма? Блочный шуткалар бар ғой, 1 минут, 1,5 минут ойналады. Мен сыбырадым, ойнайсың, мен айтам, қумаш, осылай сөйлесіп тұра бересің. Майда танктар көп қой десе. Майда шуткалар. танк туралы. Сосын мен айтам, қумаш деймін, жоқ, братан, отвечаю, айырып тастаймыз дейді ғой, үлкен кісілерге осындай нәрсе өтеді дейді ғой. Танк Украина айыру мүмкін дедің ба? Иә, шутка бітті. Мүмкін ол ректордың шуткасы шығар берген. Гос шутка шығар, гос. Айтылу керек па? Мен шығам да, сонымен көреміз, Семей қаласында площадьта тұрған танк 40 градус аязда дейді. Шығам, орындығын қояды, үстіне шығады. Ол да асықпайды екен. Үттік қайтадан. Мен аматса деп ойласам, ректор тұрып кетті. Қайтадан тишина қой. Сен уже білттісің уже. Иә, ойнап болдық, шықтық. Балалар и так-то настроение жоқ, шаршап келіп тұр. Еще вообще өткен жоқпыз. Ерке тұрады да, боқтайды ғой бізді, ұрсады, короче. Емнеге айтын андай-мындай. Не, танк үшін ба? Танк үшін, жоқ, танк деген, как будто ерке и так-то жынданып тұр да, но танк деген причина болып. Как будто танк болмаса біз айырып тастайтындай. И так-то өткен жоқпыз, короче. Вот осындай история. Болды ма? Мен бір айырған жерін күттім өте. Жоқ, мен ойласам, типа, танктың қасында ұрысып тұр, танк битеді ғой деп. Если чё, не, жас КВНщиктер болса, танк деген шутка бар. Алып ойнай беріңдер, эфирға өтсе, смело бердім. Оны жаңа Ленин қылып, рефрен қылып жасап көрсе, может. Жақында команда дайындап отырмыз. Мен досым креативіне ырза болдым. Өмірде жалпы ситуациядан шығып кету дейтін лампочка, сондай ситуацияны көрген кездердің бірінші импровизация моменттері. Білмеймін қай класс екен, 7-ші класс па или 6-ші класс па даже. Ну, сол кезде кішкентаймыз. Досым бар, жан досым Нурик деген. И тұрады да, мектепте отырмыз класста. И бля, күліп айтпай қойсаң. Ана естісең, өлесің. Жоқ, бите. Маған Нурикке звоныш, давай деп. Шып кетсе ма? Қалай күліп ма деп. Өзің айтпешті, өз айтсаң өлтіреді. Негіз бар ғой, натурет, трошникта нелер бар ғой, мектепте жаман оққан, жаңағыдай сәл отбасылық жағдай. Бәше сондай адамдар креативді болады, любой нәрседен выход іздейді, любой. Кризис менеджерлар ғой. Мен өмірде жаңағындай бір 3-4 адам бар, 3-4 емес, даже 2-3 адам бар, қатты күлетін. Шынында сонымен, вот сол ғана маған өтеді. Жауап бастайды, прям истерика. Өмірде күлкілі адам ғой, короче, да? Өмірде қатты күлкен Нурик ше, Аянаның күйеуі. Нурик досым, қатты күлкілі братан ана. Бір-екі күн қасына байыбына кіріп алсам болды. Бір бәлдер айтып жүреді. И, короче, мектепте отырмыз. И класста отырады да. Осырып қояды, короче. Әдеттегі дейді. Ол кейін әдеттегі дейу кет. Ең басындағы осырықтар ғой. Самы есте қалатын осырықтар ғой. Әдем осырық. Ол кезде ұят бар әлі, ар жібермеген кездер ғой. Осыртасып отырмыз. Алда Данияр қол ұстасып. И тұрады осырып қояды, короче.
класста Қандай осақ бағынып? Иә. Звук шыға ма? Иә, звук шығатын, естілетін осық бәрі естіді. Болды, короче. Мен сол екенін білді. Иә, мен осық болған біліп тұрмын. Тырт деп осырады да, короче. Білесің бе, вибрация береді қасында. Әңгіме айтады, порты осырады да, и так нөлікке қараймын ғой. Бәрі қарайды, и тұрады да, ауыздан. Шашылам ғой мен. Типа, түрі белдірмей, ешкімге қарамайды, типа, өзі бит сабаған ғой. Тиместің көтін қалай жетті? Жоқ, үйде дауысты келтірдің. Иісін қалай келтіресің? Жоқ, бет тұрып, терезен жапса. Жоқ, терезені ашына бұрын. Соға, дауысын жапсы ғой. Еш шыға бастағыңыз деп по-любому. Мен дейтін сол кезде, мен андай, өмірінде, вот, міне, импровизация, міне, кайфуар Бермейтін адамдар бар ғой. Бізде жолдас боламыз, тоже сондай ғой. Мектептің бірінші қатар бірінші парта, артында екінші. Бізге қарап, бұлай әңгіме айтып отырды да. Кәдімгі осырып қойды да, короче, бар ғой. Осырып қойды, кәдімгі осырып қойды да, кәдімгі. Өйстіп тұрды да, қарап отырып осырды. Сосын біліп қалды, короче, деп қаласың ғой. Деп қалсаң ғой. Құмыш, парта ғой, не қарап. Дауысы келмейді ана, осырықпен екеуінің дауысы келмейді. Дауысы келмейді. Мына жақта тым импровизация жоқ. Бөлме жоқ, импровизация дейтін. Құлағы жау шығып кетіп қалды. Мен сол кезде қатты келемін. Әңгіме көттің айналасында отырмын, жігіттер, ә? Короче, мен Тараздамын ғой. Мен районым өте Тараздағы бір сұрақы сұр райондардың қатарына жатады да. И бізде жалпы романтика деген болған жоқ. Көшеде қызбен кездесіп, ондай болған жоқ атауын. Қызбен кездессең голубой. Иә, голубой сен. Сен педиксің, қызбен сөйлесіп жүрген. Еркек пен еркекші голубой ғой, бұл жақта басқаша. Бізде романтик болу, ол Көшеде басқаша. Көшеде басқаша. Бізде романтик болуға болмайды. Андай ғой, қызбен кетіп батса, бізде сен бауырыңды жақсы көру приоритетте болды. Сен жігіт, сен бауырыңды жақсы көргенсің, қыз дейтін жолда тастап кетеді дейтін. Андай бар еді ғой. Сен жолдас балдарыңа, қызыңа уақыт арнайы, бірақ ертең сен табытыңды жолдас балдарың көтереді. Иә, вот сол сен тұрып береді. Біз ғой сен бірдеңе қоса ақша жинап бересің, сонда сол үшін таяқ жейтінсің да. И сондай бір определенный 95 пен сол соңғы поколение біздер шығар, бізден кейін көріп қойған. Иә, көріп қойған көшенің нелерін. Шын көріп қойған. И вообще романтика дейтін дамымаған ғой, тұла бойда оны үйден де көрмегенсің, батяда андай бір бетке деген сияқты. Батяң сөйтіп айтып жүрсің. Мүлдем ба? Иә, романтика батяңда көрмеген сияқты, бәрі жүріп. Сол, иә, кішкене сол уақыттан бастап сондай өздер. И ең бірінші рет қызға сөз салған есімде, короче. Сенің ба? Иә, мен, короче, бір қыз жақсы көремін. Мектепте оқимын ба? Мектеп кезінде. И сосын тұрамын да. И сөз салу линиясы дамымаған ғой, вообще романтика қалай бет-беті вообще жоқ, мен кінәлауға болмайды. Мен көріп отырсаң кінәлама мен совет сұрайтын достарым тұр анауына. И бой, вообще суровый да, вообще не жоқ. Сөз айтуға бардық қасына. Интернет бар ғой, вообще сөйлесе алмайсың ана, не жоқ қой, романтика дамыма вообще. Қызға алтау алып бардық. Ебать, қалай сөз салдың деп ойлайсың. Жоқ, неше бала алып бардықсың? Бала алып бардым. Тірлікке. И еще ең бірінші қобалжыған момент андай. И қанша уақыт жүрдім да сөз саламаш. И балалар да давай. Сөз салу деген типа жүресің ба? Бізде сөз салу. Иә, жүресің ба мен деп айту. Бізде дружить ету деп айтады. Иә, дружить ету, сөз салу. Дружить етесің ба дейді. Будешь со мной дружить? Ешкімнен рұқсат сұрай алмаймын, ешкім совет бере алмайды. Вообще даман қызық, класстың қыздарына да қызық, бәрі біледі сөз салайын деп жүргенімді. И мен жертвам ғой, ең бірінші, короче, сөз салу жолын салып беретін адаммын ғой, короче. И балаларды, білмеймін, бірақ салса бірдеңе. Ыбырай Алтынсарин ғой сол кездегі. Иә, жауын мәшін. Ыбырай Алтынсарин қызбен жүрмеген жоқ? Или жүрді ғой, красавчик болған ғой. Ладно, иә, сөйтеміз да, и тұрамын да, бля, қалай сөз саламын, тұрамын да. И звонок болады, күттірім класста, балалардың бәрі тұр, кәшат. Ана класстан шығады, бар кала дейді, ебать, жібермейді өзіне речь, білмеймін, жүре алмаймын. Потерям ғой, аяқ істемейді, өшіп қаламын, жоқпын ғой вообще. И тұрамын да, әнеден фамилиямды сұрасаң айта алмаймын мен натура. Тупит етіп тұрмын, балаларым бәрі үй итереді, қыз кетіп бардыр. Жүгіріп барамын да, коридорда кетіп бардыр, жүгіріп барамын да, артынан жүгіріп кеп секіремін да, бүйтемін ғой. Мә? Басыр қайрам да, қызым боласың ба деймін.
Тартып шығып кетіп қалдым ғой. Дәл қазір менде күткен жоқпын. Сондай қызды ойлап. Мен максимум ойлап айғайлайды деп. Айғайлап бірдеңе. Айғайлап өркенетін ба? Иә. Мен сені сүйемін деп. Андай алыстан достарым көріп қалсын жүгіріп барып, брат дейсің ғой. Тура сол нәрсені алып кеткен ғой чисто ұлдарский жүгіріп. Жыладың ба сосын? Я деді. И жүгіремін да, мойнына қысам да, артынан секіремін, салмағым бір күш болып басы қарап тұр ғой бері қарай. Қызым боласың ба, маңдайсың деймін да. Жоқ қарасай. Жауабын Қылғындырды да, мен сені жақсы көремін, мен жүресің ба деді да, жіберіп ал, жауабын тыңдамай ғой, жауабын тыңдамайды еще. Тыңдамайды. Қара, тыңдады, лақтырды да, қашып кетті ғой. ертесінде жауабына Қыз жүгіріп келеді да, мойнына да, иә жүремін бля. ертесінде келіп шығып қайтадан жүгіріп келеді. Не дейтін Шатам деп. Не шештің деп. Әр звонок сайын қылғындырасың да. Жүресің ба деп сұраған жоқпын. Мен сені жасырамын, мен жүресің деп міндеттедім. Мне кажется, оны бар ғой да. Жауабын күткен жоқсың. Мен братан не айтып не қойғанын білмеймін. Түсінесің ба? Мен просто эйфория ғой. Жоқ, аяқ жағын не болды сонымен? Сонымен кездестік соңында жүр. Кездестік, неттік. Иә деді ма саған? Иә, не, иә. И қазір жігіттердің бәрі солай салып жүр. Галан салып кеткен Иә, жоқ. ол қызда андай романтика жоқ қой енді ауылда. Онда да жоқ қой, бейшара. Қыз ойлап қалды сөйтіп сөз салады екен. Осылай нағыз. Иә. Оның Мен сосын бүткіл мектеп тұрмысқа шығып кетті ма? Жоқ. Жоқ, тұрмысқа шықса, разве өстіп айта ма не деп. Жоқ, біреу бізге тұрып кольцо ойсың ба? жоқ, Таразда қазір өстіп сөз салатын болды десе бәрі бүткіл мектептен кетіп қалды. Қыздар жүреді да, мен қазақ қылғындырасың. Қысам ғой, жүресің ба деймін. До конца қысым. Иә, жүремін. Болды, саймыл жүріп деп. Қылғындырып алып. Ойлашы, басын қысады да бір тізеге отырады. Андай ялан бар ғой. Бүйтіп көтермей ше. Үшінші нәрсе, өз-өзіңді жек көріп кеткен андай болады ғой, өз-өзінен шығасың да, сырттан қарайтын пашында қалайсың ғой. Сондай бір момент болды. Ол еще андай болды, жаңа Жансай айтпақшы, қуып кеттің ғой, өзінен ешкім внимание берген жоқ. Бәрімізде сондай бір ситуациялар болды кішкентай кезде. И мен варикозбен ауырғам. Операция шықты да, варикоздан неттім да. Тамырды, иә. Тамыр кенет, соны қысады. Кеңейе тамырды қиып тастайды. Иә, Созылып кете ма? Иә. Тамыр кеңейіп кетсе, короче, сол варикоз дейді. варикоз. Варикоз. Рыбок деген сияқты болып па? Кетеді. Сөйтем да, и мен операция жатып шығам. Больница жатып шығамын. Иә, операция жатам, больница жатам. И ол варикозды, короче, 3 сағатты негізтеп жібере салады үйіне. Мен оны дейтін андай события қылып болды, мен өмірмен қоштасып, бәріне жазып, мен сендерді жақсы көрген дейтін нәрселер жоқ. Қуып кеткен ғой, загонять етіп кеткен. Өлемде ойлап қалдың ба? Мен Жоқ, наркозбен ба еще? наркозды, варикозды мынандай. Местный ғой? Местный просто бірдеңе сөйтті. Негіз сондай. Мен батерме кішкене андай қудыртқан жақсы көреді. Общий наркоз алып ляқтым ғой. 3 күн ұйықтап, ана быт болып. И шығам варикоздан кейін. И менде андай сезім пайда болды, кішкентайым ғой. Көрпелдік десің. Типа менде андай Болашақ пайда айта болды. ма? Варикоздан? Мен өмірімде бір травмам бар, мені аяу керек қоғам дейтін. Сондай. Типа сондай бірдеңе пайда болды. Мен операциядан шыққан адам. Варикоздан кейін ба? Иә, варикоздан кейін мен сондай бір кем адам. Орын беру керек. Иә, сондай бір қуып кеттім. Автобуста? И Кемпірлік. Мен варикозбын. ішімді көрсетіп қой. Кемпірін сүреді, екі қабат варикоз. Тамырын сүреді. Сүндеттегідей көрсетесің ғой. Әлі кеппеген ранан. Сосын И сөйтем да, үйде, короче, бір ситуация болды, білмеймін басшаға қалай бастаған, но бірден кейін уже бір ситуация болды, мама вниманием бөлмеді, қонақтар келді, сестрам бар, бірден кейін, и далада жаздың күні чай ішіп отыр. И бір моментте внимание жетпей қалды. Тупо маған внимание жетпей қалды. Маған дұрыс тамақ бермеді жаңағыдай ғой, мен не үшін тамаққа шақырмаңдар, мен аурумын ғой, операциядан шыққан адаммын ғой дейтін. Сондай иә, міндеттеп кеткенмін, варикозға жатып шыққан. И тұрамын да, и үйдегілер шақырмайды чайге. Мама бірдеңе деп мән бермейді, бүйте салшы балам дей салады. Бать, маған уже травма. Мен қумаңдаршы сендер мені 17 жыл баптап нету керексіңдер ғой деген сияқты. И тұрамын да. 17 жыл варикоздан кейін. Сондаймын. Әлі 17 жыл бар Мен дейді әлі 17 жыл нені жалғыз реабилитация. әлемдегі мен ғана сондай, мен как будто бүкіл внимание маған болу керек деген. И чай ішіп отыр Рашкиде жоқ үйде, сол. Рашкиде жоқ, наушникте жоқ ана. И кішкене сәл ақсандырып жүрсің, өйткені рана жазылмаған. И мамалар далада чай ішіп отыр. Рана, да? И мен ана жақтан келатым, тамақ ішуге. И мені аясын деймін да, сәл ақсаймын ғой бүйтіп. Типа, и мамалар вроде көрді, кел балам чай іш деді. Сосын, и бля, мен не тәріп іштіге екенін білмеймін, мен көтеріп алып келсін деген ниет болды ма, қызы, короче. И типа, ай деймін да, жүріп атқан жеріне отырамын, короче. Қайта ештеңе ауырып отқан жоқ. Мамалар чай ішіп отыр. И тұрамын да, сәл бүйтіп.
сүреленіп жүремін да димаш маған хуя болып бара жатыр деген сияқты қарасаңдаршы маған деген сияқты бүкіл тыловоймен көрсетіп жатырсың. көрсетіп жатырмын мен намектеп жатырмын да и мамалар пофиг әңгіме ха-ха ебать қызғанып бара жатырмын ана ситуация хуже болып бара жатқан сайын өзім де андай до конца рөлді до конца ойнау керек. мен ситуация жоқ анеден шыға алмаймын бүйтіп қойып деп тұрып кете алмайсың өзі пранкта жоқ сөз жоқ менің 100% менде аясын дейтін нәрсе ғана Мәссаған мен алдандым ғой. соған мен аясын дегенге жетемін деп тұрмын ғой мен мамалар шай ішіп отыр мамалар шай ішіп бәрібір примерно мына өле бер дедім иә диванда жердемін ғой ай что то ауырып жатыр деймін да и кішкене тұрамын да мен отырамын ана жерде блядь мына ситуациядан қалай шығамын деп отырмын ғой ойбай қақсап отыр что то андай мындай деймін да сәл құлаймын да бүйтіп жерге жатып ойбай жүре алмаймын деймін да мамаларға бәрібір қарайды да бүйтіп шай ішіп отыр тұрамын да иә отырмын ғой и сосын блядь жер үйдеміз ғой жер балшық шаң ғой андай жерге жатамын ғой бүйтіп ұзыннан бүйтіпші До конца. иә менде просто андай жоқ До конца ойнату керек мен әнеден көтеріп мені аяу керек блин балам не болып қалды құлап қалды дейтін нәрсені күтіп тұрмын мен ебать сонда әкесіне не болды больницаға апарайық ойбай тамағым бүйтіңдер дейтін нәрсе үстіне көрпе жабыңдар жақсы жерге апар иә вот сондай нәрсе білмеймін возможно бір сондай бір внимание күтіп тұрмын и жерге жатамын ғой бүйтіп и ай деп өзімше дауысым қатты шығып жатыр да жылап отырмын да ай варикозым иә сөйтіп отырмын ғой и естіп бля мама жаңағы туысқан сосед естіп тұр бәрі ай деймін бля тұрамын да сәл үндемеймін да типа олар типа ойлап тұрмын ғой типа талып қалды деп ойласып тұрмын үндемей тұрмын ғой өйтіпші мамалар әңгіме айтып кімде не болды ана бля тұрамын да Жансай ағасының тойына тұрып жүрген. Сұңғатпен кім бар ғой? типа талып қалды дейтін үндемей жатамын да и олар талып қалғанға сенген жоқ короче тұрамын да типа судорога сияқты дауыс шығарамын ғой уже ебать өз-өзіме ұялып бара жатырмын долбоем кетші бар деші Кринж ба? Просто игровой, нашар шығармын. может сен бүйтіп білмеймін братан жоқ бірақ қатты ойнадым өзім білемін тұрамын да өзінің ойынша ата ана ойынша сырттан толғатпай ата ана жай ойнап жатыр мамасы папасы бүйтіп қарап отыр қай жерге дейін барады екен не беру қай жерге дейін мынау өнер академиясына тұрамын да и мен сендіре алмай тұрсың деп мен отчетливо помню андай дастарханда торт тұр бәрі мықты тамақтар тұр да сен құлағының мен жегім келіп бара жатыр жоқ больницадан шыққан жуып отыр мен ананы жегім келіп бара жатыр қарным ашып бара жатыр короче қызғанып бара жатырмын бара алмайсың. иә мен ананы тұрып тез жей алмаймын мен түсіндім мен блядь мен қазір осылай жатсам бүкіл тамақ бітеді Қателестің ба? бля братан тұманға кіріп кеттім короче нормально көтеріліп кеттім резко тұман басталып кетті Гала жатып. иә одан хуже жаңағы ай деп қоямын ғой жатырмын бір кезде бүйтіп жайлап құрт сияқты жүріп бастадым братан тұрамын да блин мен жете алмай жатырмын деп қоямын ғой шайға иә тамаққа қарным ашты деймін ғой окопқа деген сияқты иә жете алмай жатырмын деймін да и мен енді қазіргі типа взрослый немен түсінемін да олар бля просто прикол ұстап қарап жатты маған солай ойлаймын мен өйткені оның ответі әлі де жоқ та маған явно саған кішкене келіп қарады ғой маған басында возможно нет и дальше қатты ойнатып жүргеннен кейін бля мынау уже давай иә қай жерге менің балам сөйтіп жатса мен де сөйтер едім сол сен ғана емес қазір Настя мен де пошел Иә. гала деймін сол пошел вон мен жатырмын ғой бүйтіпші сосын тұрамын да мынау бетке аунаймын короче типа и домалаймын короче и маған мынаған екіншісі столға дейін жетіп алу керек ананың бәрін ұмыттым уже пожалуйста кетші аямайды ешкім тамақ бітіп қалмау керек торт бітіп қалмау керек өйткені чайдан чай құйып жіберіңізші тағы чай құйып жіберіңізші тағы өте көп чай құры ішілмейтінін біліп тұрмын торт бітіп бара жатыр и тұрамын да мақсап столға дейін чай ішіп жатқан жерге дейін братан бір примерно 5-6 метр ғой иә құрт құсап домалап бүйтіп жетемін да едегілер бүйтіп қарап и жетемін ғой и жеткен кезде андай аллах көріп тұрып кетті бля позор ана бар ғой өзім бля мал құсап не істегенмін қоймай мал болып кеттім тұрған жеріне и тұрамын да үйдегілер все хорошо аха шығарып тастайық андай мындай дейді да бүкіл андай вайб тұрып кетіп қалады ғой и мен әнеде жалғыз қалдым анан сәл тұрып қараймын ғой дастарханда дым жоқ ебать вообще пиздец хуевый ситуация болып кетті әнеде жатып жыладым да өкірдім де бүйттім ойнаттым жүрдім торт жоқ бәрін жеп тастаған и тұрамын да андай и сәл өз-өзіме күлемін ғой дейші жылап жатырмын намыстанымшы бля не болып кетті мынау еп ойламай деп не болып кетті мынау деп отырмын нормально дейші қасында еще ненің астында ит жатыр еще маған ит Өзінің өмірін қолына жіберіп алған. Ситуацияны ше.
яғни итте торт бәрі кетті. Өзі басқара алмай отыр. шел кезде сондай тамаққа дейтін қызғаныш болды ғой бір дәмді нәрсе Жеп қойса. күшті нәрсеге қызғаныш болды ғой шел кезде бля сол нәрсенің бәрін жіберіп алдым и тұрамын да өксіп жылаймын ғой блядь талып қойып не болып кетті мынау қалай өйтіп жылап жатып күлемін мынау бәрі маған айырып тастадым өз өзімді деп и сол бір ситуация өзіме қатты андай болып көрінеді кешір дейтін Саламатсыз ба? У нас просто съемки идут. мама все хорошо Можно дверь закрыть? Все. Просто там соседи десе. жоқ андай Жақсы кімде болды? жай күліңдерші, жай сүліңдерші дейді ғой. Тем более мынандай съемка болып жатса, Түсіну керек қой. тем более ғой, иә. жоқ олар белгілі ғой осындай Ойлашы, Жайдарманға залға бір апа келеді да, жай күлсеңдерші деп 2000 адам ғой ше. Моменттар түсінбейді. бағана ана біздің шлагбаум жауып тастады ғой атлант ана апай шлагбаумдағы апай короче ол кісі өзіндай сол не жасап алған ғой өзі царство кәдімгіше Өзі королева. иә королева сол жердің и кеше біз короче концертке барсамыз өзі таксиміз кешігіп келді да и шлагбаум қойсын ол ашпайды короче ашсаңызшы дейді яндекс такси деп тұр ашпаймын қай жерге қоясың қоятын жер жоқ дейді а ол қоймайды ғой ол келеді алады да шығады обратно и сосын дико екеуміз тұрмыз ненің домның қасында ана кісі тұр ашпаймын ол жаққа кіруге болмайды деп Еркелеп тұр ма? ашпаймын ля ля камера тұр қазір көрсе маған айғайлайды Қолдағы властьті до конца пайдаланып тұр. иә и дико тұрады қазақтарда сол жаман дико тұрады да тәте анау такси ғой дейді короче бара жатырмыз уже дико ренжіп андай нетті да жүрші кеттік барып отырамыз деп тәте анау такси ғой десе кіруге болмайды мынаған қай жеріне кіреді мына жерге тоқтауға болмайды деп сөйлейді да содан енді біз таксиде есігін ашып жатырмыз ғой Жүгіріп Ол міне бола аламыз берсін ол такси сол үшін ғой ол келіп кіріп алып кетеді біз специально осы точканы көрсеттік қой деп таксидің есігін ашып отырсыз ал аштым ал шығың айналып шығыңдар дейді бізге не айтамын анау назад беріп шығып кете салатын нәрсе ғой мен түсінбеймін сондай милар Мегацентр ғой, Сейфуллин, сендер жұмыс жақтарың. Иә. Соның әйеліммен кәдімгі киноға бара жатырмыз да. Андай келеді. Охранник тұрды алдында, темекі шегіп. Тоқташы бауырым. Қарадым. Ассалаумағалейкум деймін. бір минутқа мамандығын жақсы көріп кетті ма Прикинь, бетті. Уалейкумассалам десем. Дейді. Охранник. Менттің несін киіп алған, типа енді Меганың менті. мегамен Мегамен. Киноға түсіп. Дәрінің аты. Жоқ, брат, ойлашы. Соттамайды мен. Емеше бүйтем әйеліме. Қазір тартып келе деймін. Вообще түсініп тұрған не айтатын. Сөйтіп қасына барсам, киноға бара жатсыңдар ма брат? Иә деймін. Алып кетші деген. Жоқ, иә киноға бара жатық деймін ғой енді. Болады ғой, сеанс істеп тұр ғой, өтсек болады ғой. Жарайды, кіре беріңдер. Меганың кілті сода сияқты. Осы соңғы рет болсын. ана универде вообще шлагбаум универде турникеттен өткізбейтін ағаларға таңғалым бар ғой жоқ ол Олар енді Қазақтың қанында ғой. қыздарды әдейі Сәл қинайды. власть болса. күнім біреуге түссе болды ғой до конца көтін дайрады Достар, осымен біздің шай әңгіме аяқталды. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де осы выпусқты былай бітірейік бүгінгі кеш маған ұнады өте жаңағыдай өзімнің айтылмай жүрген нәрсемді шығарып тастадым қызық нәрселер ғой күшті шай әңгіме болды шаймен ішіп отыратын и сосын бар мен қызды қыстым ғой Маған мен жастар қызды қыстым ғой сол қыздың есімі Бота